Сәлеметсің бе? Біз бүгін керемет хикаяны тамашалаймыз. Ол не туралы деп ойлайсың? Жарайды. Сені көп қинамай-ақ қояйын. Бүгін біз қара мысық туралы хикаяны тамашалаймыз. Сен мысықты жақсы көресің бе? Үйіңде мысық бар ма? Қазір мысық болып көрші. Ол қалай жүреді? Паңданып, аяғын ақырын басып, әдемі жүреді, Ал қалай мияулайды? Мияу. Дұрыс айтасың. Мияу деп мияулайды. Сен мысықтың досы болсаң, оған қандай көмек керек деп ойлайсың? Оны білу үшін қыздар дайындаған қойылымды тамашалаймыз. Қане кел, мысықтың басынан кешкенін бірге көрейік. Бір ауылда қара мысық өмір сүріпті. Ол үнемі мұңайып, жалғыз жүреді екен. Балалармен дос болуды армандап, олармен бірге ойнағысы келеді. Алайда, адамдар оны көшеден көрсе, беттерін басып, қаша жөнеледі. Себебі, ауыл адамдары қара мысық жолыңды кесіп өтсе, жолың болмайды деген ырымға сенеді. Ол мұңайып үйіне келіп, жылап жатады. Көзінен аққан жас бетін жуып кетеді. Сөйтіп жатып, ұйықтап қалады. Ұйықтап жатып, түс көреді. Түсінде бір сүйкімді қыз келіп, оған сүт беріп, оның досы болғысы келетінін айтып жатады. Қыз болса, мысықты басынан сипап оятады, ал мысық тәтті түсін қимай ұйықтай береді. Бір уақытта оянып, қасындағы қызды көріп қуанып кеткен мысық сүтін ішіп алады. Мен қара мысықпын, әдемі емеспін, менімен дос болғың келе ме? Дейді мысық қызға. Сен қара емессің, құлағыңның ұшы әппақ, және өте әдемісің, деп қыз мысықты құшақтайды. Мысық қуанып, сөйтіп екеуі ажырамас дос болады. Қойылым саған ұнады ма? Ал қара мысық пен оның досы сүйкімді қыз ше? Олар да саған ұнаған болу керек. Бұл қара мысық жайлы хикая бізге нені үйретеді? Қара мысықты түріне қарап, оны жаман деп бағалау дұрыс емес. Адамның түр-түсіне қарап емес, оның іс-әрекетіне қарап бағалағанымыз дұрыс болады. Ал қара мысық қайтты? Ол өзінің қайсарлығымен барлық қиындықтарды жеңіп, ақырында өзіне өте жақсы дос тапты. Сен де өмірде кездескен азды-кем қиындықтарды өзіңнің қайсарлығыңмен жеңе білуің керек. Бұл хикаядан біз соны үйренуіміз керек. Осымен мен сенімен бүгінге қоштасамын. Келесі кездескенше сау бол.